Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қайнатпайтын ерекше тосап дайындайтын боламыз. Келесі рецепттерді менің каналымнан жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, осындай керемет тосапты дайындап көруге кеңес беремін. Бұл тосапты дайындау үшін бізге 2 кг сары өрік, 2 кг қант, 3 апельсин, 1 лимон қажет болады. Достар, ең алдымен жемістерді тазалап аламыз. Жемістерді тазалау үшін ас содасын пайдалануға кеңес беремін. Бұл қайнатылмай жасалатын тосап болғандықтан, міндетті түрде 1 ас қасық ас содасын суға салып, жемістерді жуып алыңыздар. Келесі кезекте сары өріктерді осылай сүйегінен ажыратып аламыз. Әрі қарай апельсиндерді осылай видеода көрсетілгендей етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осы тосапқа апельсинді қабығымен қолданамыз. Келесі кезекте лимонды да қабығымен видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Енді тосап жасайтын жемістерді ет тартқыштан өткіземіз. Ең алдымен өріктерді осылай ет тартқыштан өткіземіз. Одан кейін апельсинді, келесі кезекте лимонды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Кеңге ыдысқа ет тартқыштан өткізілген жемістерді, сары өрік, апельсин, лимонды салып, үстіне 2 кг қантты салып жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 30 минутқа қойып, 5-10 минут сайын қант ерігенше араластырып тұрамыз. Достар, міне қараңыздаршы, өте аз уақыттың ішінде сондай ерекше тосап дайындап шықтық. Қайнатудың қажеті жоқ, банканы стерилдемейміз. Мінекей қараңыздаршы, дәмді, сондай керемет, қолжетімді жемістерден жасалады. Жасаған тосабымыздың қанты толық еріп болғаннан кейін осындай пластик ыдыстарға немесе қарапайым пластик бөтелкелерге салып мұздатқышқа сақтасаңыздар болады. Достар, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, дәмі ерекше болады. Достар, жалпы лимонды, апельсинді қабығымен қолданған біздің денсаулығымызға өте пайдалы. Сол үшін сіздер де жасап көріңіздер. Қысқа сақтауға болады. Өте дәмді, керемет тосаптың бірі және ерекше. Жасалуы да өте оңай. Достар, қазір мен дәмін көретін боламын. Сондай дәмді, апельсиннің, лимонның дәмі өте ерекше болып тұр. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл тосапты жасасаңыздар, міндетті түрде мұздатқышта сақтаңыздар. Келесіде менің каналымнан ерекше рецепттерді жіберіп алмас үшін осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Достар, менен қандай рецепт көргілеріңіз келеді, комментарийға жазыңыздар.